Сәлем достар, қазір мен мына сковородканы тазалайтын боламын. Ол үшін әуелі кастрюляға суды құйып, қайнатып аламын. Қайнап тұрған ыстық суға сковородканы салып, жарты сағат қайнатып аламын. Жарты сағат қайнаған соң феринді қосып, мен ысамын. Сковородканы ыстық күйінде жуған жақсы. Майлары тез түсе қалады. Фереймен 2 қайтара, 3 қайтара ысып шықтым. Sırtını gösterip şayı balamız. Bitpей қалған жерлерін тағы бір қайтара ысып шықтым. Осымен менің сковородкам тап-таза болды. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше
сау саламат болыңыздар.